Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Нұрмұхамед тікелей эфирме шықпағаны көп болып кетті. Қайда жүрсің? Тікелей эфир қашан болады дейтін жалпы оқырмандарыма айтарым. Дәл қазіргі сәтте саяхаттап жүрген жайым бар. Сондықтан да осы соңғы шығарылымдардың барлығын дәл қазір саяхаттау барысында шығаруға тура келіп отыр. Дәл қазіргі бүгінгі шығарылым, яғни дәл қазіргі сәтте мұхит жағалауында өткелі отыр достар. Let's do it. Hey, the lightweight on the line, pound for pound number 1 on the line. Let's do it. Достар, бұл шығарылымда біз осы аптаның соңында болатын UFC Fight Night'қа тағы да тоқталатын боламыз. UFC Fight Night'тағы басты main event өзіміз білетіндей нөмір 6 орында тұрған бразилиялық Гилберт Бернс пен нөмір 8 орында тұрған американдық Шон Бреди арасында өтетін керемет кездесу. And I'm gonna finish everybody. Colby, don't. I'm coming for you. Co-main event достар, бұл әйелдер арасында 125 фунт салмаққа дейінгі, яғни 57 кг салмаққа дейінгі өтетін кездесу. Қос Бразилияның өкілі нөмірі 6 орында тұрған бұрынғы чемпион, яғни бұрынғы 115 фунтта чемпион болған бразилиялық Джессика Андраде мен оның қарсыласы нөмірі 8 орында тұрған бразилиялық Наталья Сильва арасында өтетін керемет кездесу. Бұл кездесуде сарапшылардың барлығы Наталья Сильваны фаворит ретінде көріп отыр. Nope, can't lift there. She's still beautiful. Oh, she's slammed her right out. No, you can't. Jessica Andrade. Одан кейін тоқталатын кездесу. Бұл ерлер арасында 145 фунт салмаққа дейінгі өтетін кездесу. Американдық нокауттық күші бар жауынгер 66 кг салмаққа дейінгі жауынгерлердің бірі, хайпта жүрген жауынгерлердің бірі американдық Стив Гарсия мен оның қарсыласы канадалық Кайл Нельсон арасында өтетін керемет кездесу. Бұл қос жауынгерді соңғы кездесулерін техникалық нокаутпен аяқтаған. Естеріңізге сала кетейік, Стив Гарсия біздің Қытайдағы қазақ бауырымыз Сайран Нұрданбекті өкінішке орай нокаутпен жеңген жауынгер болып табылады. Garcia wants Hooper on the feet. Big left again. Massive left. Одан кейінгі тоқталатын кездесу бұл Асу Алмабаев сынға түсетін 125 фунт салмаққа дейінгі, яғни 57 кг салмаққа дейінгі өтетін ерлер арасында кездесу. Нөмірі 11 орында рейтингте тұрған американдық Мэтч Снелли мен нөмірі 15 орында тұрған тағы бір американдық Коди Дөрден арасында өтетін кездесу. Бұл кездесуде достар, сарапшылардың барлығы нөмір 15 орында тұрған Коди Дөрденді фаворит ретінде көріп отыр. Одан кейінгі тоқталатын тағы бір кездесу достар, бұл әйелдер арасында өтетін кездесу, яғни 115 фунт салмаққа дейінгі өтетін кездесу. I freaking love fighting. I love fighting. Бразилиялық Жаклин Аморим мен оның қарсыласы американдық Ванесса Демополис арасында өтетін кездесу. Жалпы бұл кездесуге неліктен тоқталып отырмын, өйткені Ванесса Демополис өзінің ерекше кездесуден кейінгі сұхбатымен ерекше көзге түсетін жауынгер қыздардың бірі. Enjoy it. Congratulations. All your hard work. Ladies and gentlemen, Vanessa Demopoulos. Сондықтан да осындай әрдайым позитивті көңілде жүретін жауынгерлерге тоқталмасқа болмайды достар. Бұл кездесуде сарапшылардың барлығы қаншалықты Ванесса Демополис дәл қазіргі сәтте позитивті хайпта жүрген жауынгерлердің бірі болса да, бұл кездесуде сарапшылардың барлығы делік бір ауыздан бразилиялық Жаклин Аморимді фаворит ретінде көріп отыр достар. Vanessa Demopoulos, ladies and gentlemen. Достар, осы шығарылымды тамашалағандарыңызға мыңда бір рахмет. Келесі жолыққанша ендігі сәтте алдағы уақыттарда келесі шығарылымдардың барлығын әрине өзінің үйреншікті студиямда шығаруға тырысамын. Күндеріңіз сәтті өтсін.